Сәлем достар, бүгін сіздерге өзен жағасындағы құмарлық каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ауылға келген күні Айжанның жүрегі біртүрлі соғып тұрды. Алматыдағы қарбалас, жатақханадағы түндер, достарының күлкісі бәрі артта қалған. Енді тек таныс ауа, шөптің иісі, өзеннің ақырын ағатын дауысы. 22 жастағы қыздың денесі университеттегі спортзал мен дұрыс тамақтану арқылы нәзік әрі серпімді болып қалыптасқан. Көйлегі ақ, жұқа мата, жел соққанда денесіне жабысып, әр қисығын анық көрсетеді. Іш киімі жоқ, ыстық күні үйде жалғыз жүргенде күйеуге ұялмайтын әдеті. Күн батқанша өзен жағасына түсті. Аяқ киімін шешіп суға дейін барып, аяғын салқын суға малды. Су тізеге дейін жеткенде көйлектің етегі ылғалданып, терісіне жабысты. Айжан көзін жұмып терең тыныс алды. Ішінде бір нәрсе оянып жатқандай. Ұзақ уақыт ұмытқан сезім. Айжан, сен бе бұл? Даусын артынан естілді. Бұрылып қарады. Ерлан, биік кең иықты, қолдары күннен қарайып, бұлшық еттерінің киімінің астынан байқалады. Көйлегінің алғашқы түймелері ашық, кеудесіне дейін көрінеді. Ол да өзен жағасынан түсіп тұр екен. Балық аулауға шыққан сияқты, қолында таяқша. Айжанның жүрегі тез соқты. Ерлан, қашан келдің? Деді даусы сәл дірілдеп. 3 күн болды. Сені көрдім деп ойладым. Бірақ сен қазір басқаша екенсің. Қала қызы болып кеткенсің ғой. Ерлан бір қадам жақындады. Көздері Айжанның бетінен бастап мойнына, кеудесінен созылғанына дейін, сосын төмен қарай жылжыды. Айжан сезді, сол көзқарас денесін ыстық толқынмен жапты. Сен де өзгергенсің, деді Айжан күлімсіреп. Күштірек болып қалғансың. Ерлан күлді, бірақ күлкісі қатты емес, терең. Сен әлі де сол қызсың, тек әдемірек. Қарашы, көйлегің су болыпты, жабысып тұр. Суық емес пе? Айжан басын шайқады. Жоқ, керісінше ыстық. Ол бір қадам артқа шегінді. Бірақ Ерлан қолын созып оның білегінен ұстады. Саусақтары жылы, күшті. Айжанның терісі түршігіп кетті. Ерлан, біз деп бастады ол. Бірақ сөзін аяқтай алмады. Ерлан оны өзіне тартты. Ерні Айжанның ерніне тигенде әлем бір сәтке тоқтады. Алғашқы сүйісі нәзік сақтықпен, бірақ екіншісі ашық құмарлықпен, тілдері бір-біріне тиіп араласты. Айжанның қолдары Ерланның арқасына барып күшті бұлшық еттерін сезді. Ол Ерланның мойнын құшақтап, өзіне қаттырақ басты. Сен мені ұмытпадың ба? Деп сыбырлады Айжан ернінен алшақтап. Қалай ұмытамын, деді Ерлан даусында қырылдап. Әр жаз сайын сені ойладым. Сен қалада жүргенде мен осы өзен жағасында жүріп сені елестеттім. Оның қолы Айжанның беліне түсті, сосын төмен қарай жылжыды. Көйлектің ылғал матасы арқылы жамбастың жылылығы сезілді. Айжан ыңылдап жіберді. Мұнда ешкім көрмей ме? Деді ол тынысы тездіндеп. Қамыс биік, ай жарығы ғана бізді көреді, деп жауап берді Ерлан. Ол Айжанды қамыс арасына апарды. Биік қамыстар желмен сыбдырлап тұр. Өзеннің ағысы ақырын естіледі. Ерлан оны жұмсақ шөпке жатқызды. Көйлегін баяу көтерді. Айжанның аяқтары ашық, терісі айдың күмісі жарығында жарқырап тұр. Іш киімі жоқ, тек ылғалданған дайын дене. Ерлан тізерлеп отырып Айжанның аяқтарын баяу ашты. Саусақтары ішкі жағынан жоғары қарай сырғыды.